Беларусь елінен соң Қасым-Жомарт Тоқаев ат басын бірден Бакуға бұрған. Онда орталық Азия елдерінің экономикасына арналған Біріккен ұлттар ұйымы арнайы бағдарламасының президенттер деңгейіндегі алғашқы саммитіне қатысты. Жалпы аталған жоба 1998 жылы Қазақстанның бастамасымен құрылған. Мақсат орталық Азия елдерінің өзге мемлекеттермен қарым-қатынасын қолдау. Сонымен бұл ұйым бізге не берді? Қазақстанның өзге 5 мемлекетпен сауда-саттық көлемі былтыр 10 миллиард долларға жеткен. Ал негізінде жалпы сомасы 2 миллиард доллардан асатын 175 тауар түрін экспорттауға мүмкіндік бар. Дегенмен ол үшін кедергілерді жою керек. Мәселен, қазір жүк тасымалдауды тежейтін барьерлер көп. Айталық, бүгінде сыртқа тауар таситын кәсіпкерлер әр елдің шекарасынан өткенде жеке-жеке рұқсат қағазын алады. Оған қоса көлік түрлерін ауыстырғанда тіпті темір жол рельстерінің өзгерген ішінде құжат рәсімдеп жүр. Қысқасы, тауарды діттеген жеріне жеткізем дегенше діңкесі құрайды. Енді оның барлығын мамандар еуропалық стандарттарға сәйкестендіріп, бірнеше электронды құжатпен ғана шектеуді көздеп отыр. Тауар айналымын одан әрі күшейту үшін мықты инфрақұрылым да қажет. Бұл ретте Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің маңызы одан сайын арта түседі. Қазақстан президенті трансшекаралық су ресурстарын басқару жөніндегі бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстарын бастауды да ұсынды. Оның айтуынша, бұл мәселенің іспека елдерінің бәріне де қатысы бар. Арал қасіреті соның айқын дәлелі. Оның ауыр салдарын орталық Азия елдері ғана емес, одан тысқары жерлерде де сезініп отыр. Келесі жылы Қазақстан халықаралық аралды құтқару қорының төрағасы ретінде бір кездері әлемдегі ең ірі тұйық су айдындарының бірі болған Арал маңындағы қоршаған орта деградациясының алдын алу жұмыстарын күшейтуге ерекше мән бермек. Каспий теңізіндегі күрделі экологиялық ахуал да алаңдаушылық туғызады. Теңіздің табаны тайызданып, оған құятын өзен суларының мөлшері күрт азайды. Биоресурстар қысқарып, антропогендік ластануға ұшырап жатыр. Каспийді құтқару ұзақ мерзімді халықаралық ынтымақтастықтың басымдығына айналуға тиіс. Барлық мүдделі тарапты осынау бірегей су айдынының жағдайын жақсарту үшін ортақ іс-қимыл жоспарын әзірлеуге шақырам.